Адамдар жолдың бойында отырып тамақтарын ішіп жатыр. Ішінде сағаты бар қонақ үйге кіреміз. Аздап беспредел жасап жүрген. Ашық тұрған комнат болса кіріп демалып алайық. Осы S2 дейтін этажда намазхана бар екен. Мысалға міне S2, M2 өзінен қағба көрінеді екен жоғарыдан. Жұма біткеннен кейін мына жер шағын базар болады екен. Саудагерлердің барлығы заттарын шығарып қойып, ойыншық керек па, кәсібі керек па, бәрі бар. Мына жерде кішкентай жайнамаздар, Таиландтың бальзамдарына дейін жүр мына жерде. Жоғарыдан су шашып тұр, бүркіп. Мына трубалардың басынан міне су шашады. Жаңа мына жердің барлығы жабық болды. Мынандай ограждениялармен қазір ашқан, енді кіруге болады. Бұйыртса қазір мына сағатта кіріп шығуға тырысам. Бірақ адам өте көп екен. Адамдар жолдың бойында отырып тамақтарын ішіп жатыр. Мешіт әлі салынып жатыр, әлі үлкейіп жатыр. Мына жаққа қартай тағы да ұзартып жатыр. Бұнда да әр ұлттың адамдары бар. Бұнда басқа камерамен түсіртпейді, тек қана телефонға түсіруге болады. Негізі 360-ға жоғарыдан түсіргенде керім болады еді. Дронда ұшыруға болмайды бұл жерде. Так, енді мына қонақ үйге кіретін жерін тауып алайық. Қай жерден кіреді екен? Бүгін августтың 30-ы. Сағат неше болды? Сағат 1-ден 20 кетті. Күн өте ыссы. Мынау Алқарам мешіті мынандай вентиляторлар бар. Су бүркіп тұрады. Осы су бүркігенің арқасында, вентилятордың арқасында, сосын жан-жақтағы қонақ үйлерден түсіп тұрған көлеңкенің арқасында кішкене жүріп тұруға ыңғайлы болып тұр. Мына күн түсіп тұрған жерлер өте ыссы. KFC. Мына жерде әдемі екен. Фонтаны бар. Қазір бұйыртса, мынау Алқарам мешіті, қазір бұйыртса мына ішінде сағаты бар қонақ үйге кіреміз. Ішіне шолу жасап шығайық. Не бар екен? Ағайын, қазақша арнаны ютубта дамыту өте қиын. Сондықтан дәл қазір видеоны тоқтатып, подписаться батырмасын басып қойсаңыздар. Оған жетудің өзі бір проблема. Жер-жерден полиция қайыр жібереді. Мына жақпен жүр, мына жақпен жүр деп. Біздер мына сағат гостиницаның ішінде жүрік. Аздап беспредел жасап жүрген. Жоғарыға қалай шығамыз дейтін сұрақпен. Қазір 26-шы этаждамыз. Кейбір бөлмелер ашық тұр. О, 2332-ші бөлме дейді. Есептей беріңдер қанша бөлме бар екен. Не бар мұнда? Складское хозяйство. Білмеймін қайда келатыр, құдай білсін. Жүрек тұздап жүрік. Ау.
Сөйтіп. Ашық тұрған комнат болса кіріп демалайық. Біреу есікті ашып қалса, жау есікті де ұрсып. Қайда? Қайтып төмен өтеміз бе? Көрейік. В общем, керек жерімізге жеткесін хабар береміз. Коридорға жатып ерте беруге болады, кіреміз жүрмсақ. Нешінші этаж екен нақты белгісіз. Лифттің ішінде S2 деп тұрады. Егер баратын болсаңыздар, осы S2 дейтін этажда намазхана бар екен. Жаңа ар жағындағы әйелдердікі, мына жағы ер адамдардікі. Ортасы бөлініп тұр, әйелдер мен ерлердікі. Адамдар ұйықтап демалып жатыр. Мына этажды табу өте қиын. Мынадан сұрап, қазір таптық. Мына Әл-Харам мешіті. Мына жерден Каба көрінбейді екен. Бірақ енді бірталай биікте тұрып қазір өзінде. S2 дейтін этаж, лифтқа кіресіздер. Мұның ішінде 4-5 қатарма лифт бар. Біреуінен шығып, біреуіне мініп, сөйтіп келесің. Тіл білмесең, сұрап білмесең, табу қиындау енді. Лифттардың сыртында мынандай жазулар болады, әр этажда. S2 деген, бірақ нақты этажы көрсетілмеген. Несін қарасаңыздар, көтерілетін. Мысалға мұны S2, M2. Біздер қазір 29-шы этажға барамыз. 29-шы этажда ресторан бар дейді. 29-шы этажы. Ресторан бар этаж. Арт жағы мынандай болады екен. Қазір ресторан жағын көреміз бұйыртса. Например, мына жер жазылып тұр міне. S2-ге баратын, M2-ге, 30-38-ші этаждарға баратын. Лифт осы жағында деп. Лифттер өте көп. Әр қайсысы әртүрлі этажға апарады. Кейбіреулері сізге керек этажға апармауы мүмкін. Мысалы. Мына қарсы беті. Мына жерден Каба көрінеді екен. Тамаша. Мына жерден Каба көрінеді екен жоғарыдан. Дәл қазір жүрген адамдар. Терезе кішкене ластау. Мына екі шетінде ресторан бар екен. Ресторан. Ашық екен, көрейік қазір. Шығатын жерім осы жақта. Мына осы гостиницада жататын адамдардың тамақ ішетін жер сияқты. Дұрыс түсінсем егер. Жиырма 29-шы этаж. Мына жерден Каба көріну керек, қателеспесем. Ар жақ шетіне барып көрейік. Полдың барлығы жұмсақ кілем. Мынау осы ресторанда жататын адамдардың тамақтанатын рестораны. Өйткені қазір сағат неше? Сағат 3-тің мезгілі. Сондықтан барлығы жабық тұр. Бүйтқандай
мына жерден отырып тамақ ішіп отырсаң. Мынау Әл-Харам мешітінің үлкендігі. Кағба мына зданияның артында. Мына жерден көрінбейді екен. Мынау жалпы Мекке қаласының айналасы. Тау, қазір бұлт болып тұр аздап. Вертолетный площадкалар тұр енді. Ресторан үлкен екен, айналып кетіп отыр ар жағына. Еще мына жағында екінші этаж бар. Ар жақ басында ресторан. Мына жағынан міне сағат көріну керек қазір. Көрінбейді екен мына жерден, бірақ жоғары сағат осының.